Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын, сырты қытырлақ болып шығатын донер жасап көрсететін боламын. Яғни таңғы асқа керемет болып үйлесетін осындай үш бұрышты донер жасап көрсетемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен бізге сыр қажет болады, және де бір дана қияр, бір дана қызанақ және колбаса қажет болады. Және кішкене ғана майонез керек болады, және де осы лавашымызды алатын боламыз. Мен осындай дүкеннен осындай лаваш аламын. Өте керемет, дәмі керемет болып шығады. Мінекей достар, мен барлығын дайындап қойдым. Колбаса, қиярымызды және қызанағымызды төрт бұрыштап турап алдым. Және де сырымызды үккіштен өткізіп қойдым. Ал енді лавашымыздың бір данасын алып, осы видеода көрсетіліп отқандай кесіп аламыз. Осындай ұзынша етіп лавашымызды кесіп аламыз. Сіздер де видеода көрсетіліп отқандай қылып жасаңыздар. Осындай лаваштың бір бөлігін үш бұрышты қылып келтіреміз. Және де осы үш бұрышты болып тұрған жеріне осы қиярымызды, қызанағымызды және колбасамызды және де соңынан сырымызды салатын боламыз. Және осы үш бұрышты күйінде осы лавашымызды орайтын боламыз. Мінекей достар, біз бір данасын жасап алдық. Енді барлығын дәл осы видеода көрсетіліп отқандай қылып, сіздер де жасап шығыңыздар. Мен де барлығын осылай жасап шықтым. Және де осыны енді қызып тұрған табаға екі жағынан қуырып аламыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Кішкене ғана май құйсақ болады. Одан кейін осылай екі бетін қуырып аламыз. Осылай дәл видеода көрсетіліп отқандай болып шығады. Мінекей достар, біздің кішігірім донеріміз дайын болды. Яғни үш бұрышты сырты қытырлақ болып жасалынатын донеріміз дайын болды. Таңғы асқа өте керемет болып үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық донерлерімізді дәл осылай жасап шығамыз. Өте керемет, дәмі әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де осы видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.